Сәлем достар, бүгін бұл видеода мен сіздерге банктен немесе онлайн займнан несие алмаған жағдайда не істеуге болатыны жайлы айтып беремін. Қызық болса, әрі қарай тамашалаймыз. Иә, дұрыс естідіңіз. Кейде несиені атыңыздан сіздің рұқсатыңызсыз да алып жатады. Шынымды айтсам, бұл жағдай қалай орын алатынын білмеймін. Бірақ таң қалатын ештеңе жоқ, біздің Қазақстанда барлығы мүмкін деген әзіл бар. Әдетте бұндай жағдайлар тұрақты жалақысы бар, кредитный историясы керемет, яғни идеальный адамдарда орын алып жатады. Бұл дегеніміз сіздің жұмысыңыз бар, тұрақты жалақыңыз бар, сондай-ақ пенсионный отчисленияңыз керемет. Пенсионный отчисленияңыз жақсы болып тұрған кезде, бір күні сіздің атыңыздан басқа бір адамдардың несие алғанын білесіз. Енді әрі қарай не істеу керек? Соған тоқталып кетейік. Біріншіден, егер несие банктен алынған болса, міндетті түрде банкке осындай келеңсіз жағдай туындағаны жайлы өтініш жазасыз. Қосымша ұлттық банкке жазуды да ұмытпайсыз. 15 жұмыс күн ішінде банк сіздің өтінішіңізге жауап береді. Әрине сізбен келіспейді, себебі несиені сіз алғансыз деп есептейді. Сондықтан да сотқа жүгінуге мәжбүрсіз. Сотта сізге судебно-почерковеческая экспертиза тағайындалады. Ол экспертке сіз А4 форматындағы 20 бетке өзіңіздің қолыңызды жай ручкамен қойып шығасыз. Онда экспертизаның сомасы 20 мыңнан 30 мың аралығы болуы мүмкін. Әрине ол ақшаны қазірше сіз төлейсіз. Мерзімі шамамен 2 ай уақыт алады. Эксперттің қорытындысы шыққаннан кейін банктік несие шартында сіз қол қоймағаныңыз анықталғаннан кейін сот несие шартын жарамсыз деп табады. Ол дегеніміз несиені сіз алған жоқсыз деген мағына береді. Сол кезде барып сот сіз шығарған шығынның барлығын банктен өндіріп береді. Сот мерзімі 2 айдан 6 айға дейін уақыт аралығын алады. Екіншіден, несиені онлайн займдардан алғанда қалай болады жағдай? Соған да тоқталып кетейік. Ол кезде міндетті түрде компанияға несиені сіз алмағаныңыз туралы өтініш жазасыз. Және де 15 жұмыс күн күтесіз. Алайда көп жағдайларда компания әрине сізбен тағы да келіспейді, себебі олар несиені сіз алғандығыңыз туралы жазып береді. Себебі олар несиені сіз алғаныңызға күмән келтірмейді. Сондықтан бұл жағдайда да сіз сотқа жүгінуге мәжбүр боласыз. Сотта жаңағы компания аударған несие, яғни банктегі счет кімге тиесілі, ол счеттағы ақша қайда жұмсалды, сол жағдайларды анықтайтын болады. Бұл жерде негізінен несие шарты онлайн түрде өтеді, яғни ол келісім шартқа сіздің қолыңыздың қажеті жоқ. Демек, банктегі счеттарды тексереді, яғни ол счет кімге тиесілі, ол счеттағы ақша қайда аударылды, соның барлығы сотта анықталады. Негізінен займ шарты несие, яғни біздің жағдайымызда ақша қолыңызға тигеннен кейін ғана келісім шарт жасалды деп есептелінеді. Яғни бұл жағдайда сіздің ақшаны қолыңызға алмағаны анықталатын болса, дәлелденетін болса, міндетті түрде бұл келісім шартты сот жарамсыз деп табады. Ол дегеніміз сіз несиені алмады деген сөз. Сондай-ақ бұл жерде сотқа кеткен шығындарды сот компаниядан өндіріп береді сізге. Сот процесінің мерзімі 2 айдан 6 ай уақыт аралығын қамтиды. Сондай-ақ осы екі жағдайда да ескере кететін жайт, сот шешімі шыққаннан кейін, ол заңды күшіне енгеннен кейін,
компанияда, банкте сіздің ПКБ-да, яғни первый кредитный бюродағы қара тізімге кіріп кеткен историяңызды тазалап беруге міндетті. Сондай-ақ ескерте кететін жайт, осы істі бастамас бұрын сіздің атыңызға несие алынған білгеннен кейін міндетті түрде туысқандарыңыздан, достарыңыздан осы жағдай туралы сұрап білуіңіз қажет. Себебі сотта осы келеңсіз жағдайларға алып келген тұлға сізді танитын болса, немесе сіз оны танитын болсаңыз, онда қылмыстық кодекстің қателеспесем 190 бабы бойынша, яғни мошенничество, былай айтқанда алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғалып кетуі мүмкін. Бұл жерде сізді де соучастник ретінде қарастырады. Ал ол жерде 2 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырады деген сөз. Сонымен несие алмаған жағдайда келісім шартты, яғни несие шартын қалай жарамсыз деп табу жайлы шағын ғана ақпарат осы ғана. Өкінішке орай, мұндай жағдайларға тап болмас үшін не істеу керек екенін білмеймін. Алайда жаңағы желілерде кейбір адамдардың кеңесі бойынша сіздің жеке куәлігіңізбен банк карточкасын үшінші бір тұлғаға бермеуіңіз сұрайды. Мүмкін енді сақтықта қорлық жоқ деп жатады ғой біздің дана халқымыз. Бұл да дұрыс шығар. Бірақ сотқа әділдік іздеп, міндетті түрде баруға кеңес беремін. Егер де сұрақтарыңыз болса, төменде қалдырыңыздар. Сондай-ақ міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.